Сабақ беріп жүрген, коучпен деп жүрген адамдардың білім сапасы төмен. Психология дінге қарсы емес. Діннің өзі психология. Онда біздің психологтарымыз да ұятсыз. Өзінен үлкен әйелдерге үйленетіндің де себебі сонда. Ер кісілердің намысының төмендеуі қыз балалардың ұят деген сөзден алыстауымен бірдей мәселе болды. Қай жерде сұхбат берсеңіз де әйтеуір бір әйел адамның құқығын айтып қалып жатарсыз. Бір сөзіңізде әйел үйдің модераторы әрі медиаторы болу керек деп айтқансыз. Осы пікіріңізді біздің оқырмандарымызға арнайлап тарқатып айтсаңыз. Енді басқаны білмеймін, қазақ қоғамында әйел кісі қашандай медиатор болған. Бізде негізі ер кісіні тәрбиелеген кезде ұл бала көп сөйлемейді. Ұл бала ұстамды болады, ұл бала дауыс көтермейді деп ер кісінің мінезін қалыптастырады, ежелден келе жатқан. Сондықтан мысалы отбасындағы қайындары менен өзінің күйеуінің арасында, тіптен балалары менен әкесінің арасында да әйел медиатор, ақпаратты жеткізуші. Мен өзім де біреудің 8-ші келінімін. Сондықтан қайным келіп маған айтатын, осындай бір мәселе болып тұр, кешке ағама айтайын деген едім деп. Ал мен сол қайным келгенше күйеуіме айтам, кешке осылай інің келеді, осындай бір мәселе болып жатыр екен, дұрыстап тыңдап ал деп. Сонда ағасы да жаңа шешім айтуға дайын. Ал інісі де хабардар екенін біле тұра, жаңа қысылмай ойын жеткізу мүмкіндігі бар. Қазақ елінің медиаторлығы жаңа абысын тату болса ас көп деген сөзде де жатқан сол ғой. Мысалы, сол әйел кісілердің арқасында ағайынның арасы жақындасып, татулық асып жатады. Ал енді ана модератор дегеніміз, ол міндетті түрде, себебі бізде осы бүгінгі 21-ші ғасырдың өзінде де әке мен баланың арасындағы коммуникация өзгеше. Және де жалпы коммуникация бұзылған кезеңде өмір сүріп жатырмыз ғой. Адамдардың бәрі SMS арқылы хабарласады бір-бірімен. Ал енді сөйлесу қабілеті бұрыннан да әкелер балалармен, бала кішкентай кезінде сөйлеседі, ал сәл есейе бастағасын әкенің өзі ұяла бастады баласынан. Қалай өзімді? Сөйлесу несін мүмкін. Бұның да бір тәрбиелік мәні бар шығар. Әкеңе айтам, әкең шешеді. Әкең келгесін, әкең келгесін айтам деген мәселеде де әкенің рөлін үлкейтіп көрсетудің арқасында да бала тайсалып әкемен сөйлеспей артқа шегінетін сияқты. Бірақ әкенің өзінің жылуын сезіну бала үшін өте қажеттілік. Бала өзін кемшін санайды, егерде әкенің жылуын сездірмесе. Сондықтан соны сездіру үшін ана арада жүреді. Баласының жетістігін әкесіне жеткізіп, ал әкесінің қуанғанын баласына жеткізіп, тіптен кешкі осы шайды жасап болып столға отырған кезде де ана әңгімені бастайды. Әкесі, білесің бе, сенің балаң бүгін 5 алды деп. Мысалы, 1-ші сыныпта оқып жүрген баланың. Әкесі, солай ма? Менің балам сондай деген бір мақтау сөзін сол кезде айтады. Тіптен әйтпесе қызың олимпиадаға баратын болып жатыр екен. Мұғалімі бүгін телефон соқты. Әкенің мерейі өсіп жатады. Жалпы халықаралық деңгейде айтылған бір жақсы сөз бар. Баланың бүкіл жетістігі әкенікіді, ал кемшілігі шешенікі. Шешеге тиеді. Ол солай. Сондықтан сол әкенің мерейін өстіріп, және балаларының алдында сыйлы ететін модератор ол ана. Керемет көрініс қойшы, менде қазіргі кезде бір жасыратын емес, телефонмен кешкі ас, түскі асымыз өтіп жатады, телевизор қойып қояды, балалар өзінің балапанын көріп жатады деген сияқты. Бірақ осының барлығын алып тастап, шынымен бүгінгі күн қалай өтті, бір-бірімен айтып, баланың жетістігін айтса, шынымен де үйде бір байланыс кәдімгідей орнайды. Дәл осы жерде бір айтатын ой бар. Біз аналар кеңесінде жүргізіп жатқан бір жобамыз бар, кешкі шай деген. Коммуникацияның бұзылғанының салдарының бір несі балалардың суицидқа баратындығы.
бала ішкі жан дүниесін айта алмайды. Ал буллинг деген мәселе ол өмір бойы болған нәрсе. Баланың келіспей қалуы, бір баланың екінші баланы кемсітуі, дәл сондай кезде балаға қолдау керек. Ал қолдау болу үшін ол баланың жаны неге ауырып жүргенін ата-ана білу керек қой. Телефонмен сөйлесіп отырған ата-ана оны сезбейді. Біз мына кешкі шайды ұсынған себебіміз әкелердің мың сан кездесуі бар. Мен осыны кездесуге бармасам жұмысым жүрмейді деген. Аналардың мың сан жұмысы бар жаңа. Оларда да кездесу бар, тойы бар, ағайын туғаны бар. Ал бала шетте қалады. Міне соны жеңу үшін бізде аналардың бір ұсынысымыз бар. Қандай да қиямет жұмыс болатын болса, соғыс емес қой. Артқа итеріп қойып, кешкі асты баламен бірге ішіңіздер үйде. Және де бұл жерде ең үлкен бір міндет. Сіздер бір күнде басыңыздан өткен жақсы да жаманды ашық баланың көзінше айтыңыздар. Жеткен жетістіктеріңізді, бір жерде қате басып ұялып қалғандарыңызды, опық жегендеріңізді. Сіздердің шынайы ашықтықтарыңыз баланың да ашықтығын өзіне қарай тартады. Бала да сізге сонда айтады: мен бүгін сондай істедім, менің жанымда мынандай досым болды, ол маған мынандай ұсыныс айтты. Сонда ғана баланың не жасап жүргенін, қандай ойын ойнап жүргенін тіптен компьютерде білу мүмкіндігі бар. Ал егер де дәл осы отбасын біріктіруге қажетті дөңгелек үстел, кешкі шай ұйымдастырылмайтын болса, бара-бара отбасы ыдырайды. Және ыдырағанның бір қиындығы ата-ана мен баланың арасы үзіледі. Астап кетеді, суып кетеді. Ал бұл қиянат, балаға жасалынған қиянат. Себебі ол өзін бұл өмірде қолдайтын адам жоқ деп ойлайды. Сондықтан енді ата-аналардың құлағына алтын сырға, бұл жерде жас немесе кәрі деп бөлуге болмайды. Көптеген отбасында кездесіп жатқан жағдай. Қазір енді күйбең тіршіліктің кезі ғой. Барлығымыз жұмыс деп жатамыз. Үйде кірді машина жуып жатса да, шаң паласты ешкім далаға қағып жатқан жоқ, шаң сорғыш бар. Бірақ сонда да бір жұмыс дейміз да, балаға көңіл бөлмей қаламыз. Осының салдары неге әкеп соғуы мүмкін өзіңіз? Рухани азғындау кезеңіне жеттік. Егер де рухани азғындау кезеңіне жетпеген болсақ, дәл бүгінгі таңдағыдай анаға қарсы, балаға қарсы зорлық-зомбылық болмас еді. Ал бұның бәрі тәрбиенің негізі. Жаңа себеп табу өте жеңіл. Бас қоспауға, сөйлеспеуге, сылтау табуға. Ал бірақ та сол сылтау іздемей ата-ана өзінің міндетін атқару, баламенен қарым-қатынасты, отбасының қарым-қатынасын құру, бұл үлкен жұмыс. Сондықтан бұның артында тұрған қиыншылықтың деңгейі өте жоғары. Олай болатын болса, үйінің тәрбиесін көрмеген бала діни ағымға кіріп кетеді. Егер ол діни тәрбие көрмейтін болса, ата-ананың қарауынсыз қалағанша интернетте отыратын болатын болса, зорлық-зомбылыққа барады. Себебі оған көру мүмкіндігі бар, және оның жақсы жаман екенін ажыратып беретін жанында тәжірибелі адам жоқ. Ол өзінің өмірлік тәжірибесімен және сол интернетте айтып жатқан адамның бағытымен кетеді. Ал бұның бәрінде енді негізі ұлттық құндылықты отбасында дәріптеу мәселесінің қажеттілігі. Заманауи болам деп өзінің ұлтынан безіп жүрген адам өте көп. Оның ішінде ана көп, соның ішінде. Бірақ заманауи болу, ол ұлтынан қашып кету емес. Кейін мүмкін емес нәрсе. Сен қазақ болып туылдың ба, үш қайнасаң орыс бола алмайсың, немесе басқа ұлт. Сен сол ұлтта өлесің, туылған ұлтыңда. Олай болатын болса, сен сол ұлтыңның салтын, дәстүрін сақтау арқылы оның ділін сақтауың керек. Ділін келесі ұрпаққа үйретуің керек, тілін үйретуің керек, және ата-бабамыздан келе жатқан рухани азық ретінде дінін үйретуің керек. Үйретпедің бе, онда нәтижесі жаңағыдай, сенің бала-шағаң басқа дінге, ағымға кетеді. Немесе ертең сен өз болашақ ұрпағыңнан қол үзесің.
коуч дейміз, психолог дейміз, әлеуметтік желіде әсіресе инстаграмда көп қой. Ол ішінде курс оқып өзін солай атап жүргендері бар, немесе шынымен де білімді, сол саланың мамандары бар. Әйелдерге айтатын пікір бар, жаңағы өзіңді бағалап үйрен, өзіңді сөзіңді тыңдат, сен ешкім тыңдауға міндеттемесің, самооценкаңды көтер деп. Кейде өзім ойлаймын, осы ер адамдарға әйел мен ер адамның арасындағы бір проблеманы алып келетін сияқты. Өйткені әйел соларды тыңдап кешке дейін үйде бос отырған әйел әсіресе. Мен айтуым керекпін, мен бағаламайсың деген сияқты бір кері әсерін тигізетін сияқты. Қалай ойлайсыз осы? Ол рас. Жақында ғана жоғарғы білім және ғылым министрі Саясат Нұрбекпен кездестік. Сол кездесуде мен ол кісінің алдына қойған мәселем бүгінгі таңда психологияны ғылым ретінде дамыту керек Қазақстанда. Және дайындалып жатқан психологтардың дайындық сапасын көтеру керек. Ал үшінші, психолог мамандығына гранттың санын көбейту керек деп. Себебі бұл өте үлкен қажеттілік. Коммуникацияның бұзылғанның арқасында біз бүгін бұрынғыдай ағайын туғанның арасындағы қарым-қатынасты үздік қой. Мысалы, бұрын жеңге мен қайын сіңлі бір-бірімен сұхбаттасатын, сырын айтатын, абысындар бір-бірімен сұхбаттасатын. Ал қазір ол жоқ, бәрінің іздейтіні коуч. Сабақ беріп жүрген, коучпен деп жүрген адамдардың білім сапасы төмен. Және де көбісі шетелдік психологтардан білім алған. Ал психология деген дін сияқты нәрсе. Бұл әр ұлттың кәдімгі салты мен дәстүріне және діни, имани ұстанымдарына негізделу керек. Сонда ғана ол осы ұлтқа лайықты ғылым ретінде қарауға болады. Психология дінге қарсы емес. Діннің өзі психология. Бірақ та мына шетелдік кітаптан, шетелдік ғалымдардан оқып келген психологтарымыз бүгін қоғамымызды бұзып жатыр. Отбасылық субординация деген әр жерде әртүрлі. Басқаны қойғанда философиялық ұғымның ішінде, мысалы, біздің азиялық елдерде, ал оның ішінде қазақтарда ұят деген ұғым бар. Мысалы, көрші елде ол жоқ. Ол ұғым философиялық өмірлік салтта жоқ, ата-бабасынан жоқ. Сондықтан егер де сол жақта ғана оқып келетін болса, онда біздің психологтарымыз да ұятсыз. Ал ұятсыз адам біздің өмірлік тәрбиелік негізімізді жойып бара жатқан жоқ па? Отбасын бұзудың жолы емес пе? Сондықтан таңдаудың өзінде бұл жерде үлкен бір адамның тереңдігі керек. Мен жақында ғана осы мәселе туралы бір жерде айттым. Біздің алдымызда тұрған ең үлкен мәселе қоғамның санасын көтеру, саналы қоғам құру. Қоғам саналы болғанда ғана мемлекет дамиды. Себебі мың сан билік жағдай жасағанмен, егер де қоғам саналы болмайтын болса, біз алға баспаймыз. Қоғам әділ болмай, билік әділ болмайды. Себебі билікке баратын адам қоғамның өсірген адамдары. Қоғам жауапкершілік көтермей, биліктің мың сан қабылдаған бағдарламасы іске аспайды. Олай болатын болса, бүгін әр адам мен өз осы қоғамның мүшесімін. Мен не істедім? Алға жылжу үшін деген бір сұрақты өзіне қою керек. Яғни психологияны да біздің өзіміздің тұрмыс тіршілігімізге, салт дәстүрімізге бейімдеп, солай оқытып, дұрыс апай. Қазіргі кезде сосын тағы бір отбасындағы бір проблема ұл балаға қатысты. Мамасының баласы, маминкин сынок деп жатады ғой. Соның өзі мысалға, қазір балалар деген жерден күрек қазып, күрекпен жұмыс істеп, қара жұмыс істеп жатқан ұл бала жоқ қой. Интернетте отырады, қыз балаға мысалға үйді жина, тамақ істе деп айтады да аналар, ал ұл баласына, балдарына тамаштың ба балам, шаршап тұрсың ба, ұйықтап ал деген сияқты. Содан сияқты бір балалардың сол мамасының баласы деген пікір қалыптасып кететіні. Ұл баланың бір тәрбиелеуі өзгеріп кеткен сияқты ма, баланы тым еркелетіп, өбектеп жіберді ма? Олар негізі алдағы уақытта отан қорғайтын біздің арасында әкенің қаталдығын да көру керек, жұмысты да істеу керек қой. Сондай бір кезеңге келдік. Урбанизацияның өзі қоғамның санасын өзгертеді, қалалық деңгейде өмір сүрудің. Бірақ та
қазақи тәрбиеден алыстамау қажеттілігі бар. Ұлды қорған ретінде тәрбиелеу бағытынан кетіп қалды. Қыз, мына жанымда өсіп келе жатқан қарындасым менен жаңа әпкелерімнің мен қара шаңырақ ретінде ертең тірегі болуым керек деген түсінікті қалыптастырмаймыз. Ал егерде ажырасып кеткен немесе жалғызбасты ананың ұлы болатын болса, ол тіптен ергісінің үлгісін көрмей өседі, әйелгісінің. Ал енді ондай ана бар мүмкіндігін салып, жаңағы балаға жағдай жасайды. Жағдай жасаудың өзі бұл қауіпті. Себебі әлеуметтік өмірге дайындалмай өседі ол жігіт. Жаңа өзің айтпақшы, тірек болу қажеттілігін білмейді. Мысалы, дәл бүгінгі таңда өзінен үлкен әйелдерге үйленетіндің де себебі сонда. Себебі ана етегінен ұстап өскен әйелден ана етекті жібергенде қорқады ғой, сондықтан келесі етек керек сүйрейтін. Және оны бәрінен де қазақи намыс деген сөздің де категория ретінде жойылып бара жатқан намыс санамайды. Себебі ата-ана ұлды намысты қылып тәрбиелеуді ойламайды. Ерте жүктілік мәселесінде де мен жиі айтам, жауапкершілік тек қана қызда емес қой. Ұлда да. Ұлды тәрбиелегенде де айту керек, сен босағаңды адал аттатқызып кел жақсы көрген адамыңды, сонда отбасың мықты болады деп. Сен өз ұлтыңның қызына анадай қара деп тәрбиелеу жоқ. Содан кейін жігер деген бір үлкен кәдімгі адамның мінезіндегі тұғыр ғой. Сол жігер жоқ қазіргі ергісілерде. Мысалы, жігер деген мәселе біздің аталарымыздың дауысы ешқашан айқайлағанын естпегенбіз. Себебі ана кісінің жігері ол кісіні жібермейтін дауыс көтеруге. Ол кісі сыбырлап сөйлегенде де құлақ тосып тыңдайтынбыз. Ал қазір шыңғырып жүрген бір еркек шалбар киген емес болып. Бірақ соның артында ана тұр. Себебі ұлтты тәрбиелейтін ана. Бірақ сол ана ұлының бақытының тамырын үзіп жатқанын, жаңа балта шауып жатқанын білмей тұр. Себебі мен оңтүстікте тіптен естім, бір жағдайлы жерден қыз ал деп айтып жатқан аналарды. Сонда әйел асырай ма оны, әлде әйелінің төркіні? Сен ертең әке боласың, сен отбасы боласың деген ойды неге айтпайды? Ислам дінінде неке қиюға барады ғой мешітке. Сол кезде үйленіп жатқан жігіт Құдайдың алдында серт береді. Мен біреудің мәпелеп өсірген қызын алып отырмын. Мен өмір бойы осы адамға жағдай жасаймын. Сөйтіп бұл қыздан ел анасы етем, ертең ұрпағымды өрбітіп, соны тәрбиелейтін ана қылам деп. Ұрам, соғам, айқайлайым деп айтпайды. Сондықтан некеде берген уәдесін ата-анасы бүгінгі ұлына түсіндіріп жатқан жоқ. Түсінген ұл сол некеге бармайды егерде әлі дайын емеспін дейтін болса. Мына ергісілердің намысының төмендеуі қыз балалардың ұят деген сөзден алыстаумен бірдей мәселе болып тұр. Азғындаудың қоғамның бір ұшы осы екі ұғымның жойылуында. Бақытты отбасы орталығының өзі 10 жыл болып қалды жұмыс жасап жатқан аналар кеңесі бар. Бізде аналар орталығы ашылып жатыр. Барлығы қарап тұрсаңыз, аналардың бір өзінің құқығын білуге, аналардың өмір сүру жаңағы деңгейін көтеруге жұмыс жасайтын секілді де, бірақ әкелерге қатысты бізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Кейде тіпті бізге келген спикерлер айтады, біз бөліп тастадық отбасын дейді. Аналар орталығын ашамыз, балаға қатысты жастар орталығын ашамыз дейді, бірақ әкелерге де ертең мәжбүр боламыз бір нәрсе ашуға дейді. Сіз осыған қалай қарайсыз? Біз неге отбасы біріктіріп ашпаймыз ол нәрсені? Негізі Бақытты отбасы орталығы 19 жылдан бастап ашыла бастады. Республика бойынша 40 шақтысы жұмыс істеп жатыр. Мен үкіметте істеген кезімде соның кураторы болғам. Оның себебі көп
балалы аналардың көтерілісінен басталды. Бұл жерде үлкен проблема бар. Мысалы сол кездегі ашылу себебінде мына көп балалы аналардың ішінде діни ағынға кетіп қалып, 16 жасынан тұрмысқа шығып, я мектептің аттестаты жоқ, я мамандықтың иесі емес аналарымыз. Және олар бірнеше күйеуден тапқан балалары, олар қолында құжат жоқ. Сол отбасыларын жаңа орталығын ашудың қажеттілігі сонда болды. Ең бірінші оларды құжаттандыру. Содан кейін әлеуметтендіру. Ол үшін жаңа бір ең жеңіл мамандықты үйретіп, аяғына тұрғызып жіберу. Және психологиялық көмек көрсету, себебі тозып кеткен психологиялық көмек керек, олар өзін жоғалтып алған адамдар ғой. 3 жыл болған кезінде, 21 жылы мен осы жұмысты сараптадым. Маған ұлттық комиссиядан сол тапсырма берілді. 8 өңірді аралап шықтым да, сонда қорытындыға мен ұлттық комиссияға шығарған мәселеде мен жаңағыдан айттым. Мен қай орталыққа барсам, бірінші сұрайтыным, жаңа тізімде тұрған, келіп көмек сұрап жатқан әйелдердің күйеуі бар ма деп сұраймын. 76%-ның күйеуі бар екен, көп балалы аналардың. Ал кейін сол кездескен кезде солардан сұраймын, күйеуіңіз жұмыс істей ма деп. Көп жағдайда істемейді. Олар тіптен масылдықтың деңгейін көтеріп алдық, себебі өкімет сендерге көмектеседі, бар дейді. Сөйтіп диванда жатыр. Жаңағы отбасы орталығында да әйелдерге көмек көрсетеді деп. Содан кейін мен сол неден кейін келіп, ұлттық комиссияда біз ол орталықтарда міндетті түрде ер кісілерді де отбасы келіп тіркелген кезде әкесі бар болатын болса, сол кісіден бастау керек жұмысты, ең соңғы баласына дейін. Жаңа балабақшаға тіркелді ма, мектепке барды ма, 9 сыныпты бітіріп жатқан болса, онда колледждің тегін оқуына жіберілді ма, осы бағытта. Біздің алдымызда бір тұрған мақсат бар. Сол көп балалы отбасының балалары ертең жаңағы әлеуметтік жағдайы төмендердің санын көбейтпеу керек. Олар аяғына тұрып кету керек. Біз мына ересектердің өмірін ғана жақсарту үшін емес атқарып жатқан жұмысымыз міне осы бағытта деп. Дәл бүгінгі таңда жалпы отбасын қолдау орталықтарының жаңа концепциясы жазылып жатыр. Мәдениет министрлігінің жанында жастар саясаты және отбасы институты бойынша комитет бар. Міне сол комитетке тапсырылған. Ол концепцияның ішінде міндетті түрде әкелер мен аналар бөлек емес, толық отбасын қолдау мәселесі қолға алынады. Осы орталықтардың енді 10 жыл болып қалды. Бір жақсы көрсеткіштері қандай деп айта аласыз? Қай көрсеткіштерін мысалға атап айтар едіңіз? Мен айта алатыным, саналы деңгейде ол жерге келген аналардың өзгеруі. Мысалы, бизнесін ашып бүгінгі таңда өзі сияқты кемінде 10-12 адамға жұмыс беріп отырғандары бар. Митингке барып, босқа уақытым кеткен екен деген түсінікке жеткендері бар. Және де балаларын жаңа осы бейімдеу орталықтары арқылы толыққанды білім алуға, дамытуға мүмкіндік алғандығы бар. Сондықтан бұл орталықтардың жұмысы қажет. Иә, әр өңірде әртүрлі деңгейі. Бізде әр өңірдің өзінің менталитеті басқа, ділі басқа. Сол діліне сәйкес жаңағы қажеттілік те әртүрлі. Сондықтан бірақ нәтиже бар. Яғни бұл орталықтар көп балалы аналарымыздың құжаттануына, егов арқылы құжаттарды алуына, мемлекетте қандай көмек беріліп жатыр, соның білуге, ақпараттандыруға көмек береді. Дәл қазір енді тек қана көп балалы аналар емес. Ол жерге жалпы қандай отбасы болса да, басымда осындай мәселе болады деп келетін болса, бәріне көмек көрсетіп беретін болды. Біз көп балалы аналардың категориясын жеке бөлуіміз дұрыс емес. Себебі бір баламен де қиналып отырған, мысалы инвалид баламен отырған ана бар ғой. Көп жағдайда баланың ауру екенін білгенде әкелер тастап кетеді. Сондықтан неге оларға көмек көрсетпеске? Сондықтан қазір бұл орталықтар бейімделіп келе, кәдімгі отбасына көмек көрсету, қиын жағдайға түскен отбасына көмек көрсету орталықтары. Ана тағзым орталығын бүкіл мысалға осындай
орталықта бүкіл республика бойынша әр қалаларда ашу қажеттілігі айтылып, сондай қарар қабылданыпты. Пікіріңіз қалай? Біздің орталықпен танысып жатырсыз. Орталықта ұмыт қалған тағамдарымызды жаңғырту үшін арнайы береке аспаздық студиясы бар. Мирас әжелер клубында қол өнері үйірмесі, макрама, жүн үйіру, жүн түту, ұршық үйіруді үйретіп жатыр. Кәдімгідей бізде апатайым деген бағдарлама жүргізіліп жатыр. Әр клуб студияда әртүрлі жұмыстар атқарылады. Қажеттілік өте жоғары. Жаңа біз бір қызды туып алып, содан кейін ол ешқашан бір үйге барып келін болады-ау, күйеуге шығып ана болады-ау деген ұғымнан алыстап кеткен аналардың қыздарын көріп жүрміз. Ойыншық емес қой ол бала. Алла жаратқан кезде өмірде қыз баланың басынан өтетін мың сан рөл бар. Ол қайынсіңлі болу, ол келін болу, ол ана болу, ол абысын болу, әже болу, мың сан. Сондықтан ол үйде ол да қыз да сол рөлдерге дайын болу керек. Дайында алмай жатыр аналарымыз. Эгоистік көзқараспенен өсірген балалар ертең өзінің ересек өмірінде орнын табылмай қалып жатыр. Жаңағы берілген рөлді атқарамай жатыр. Сондықтан дәл мынандай орталықтар соған бейімдеу. Бүгін жастар ақылды, ол өмір заңы. Өмір заңы прогресс, сендер бізден ақылдысыңдар, ал біздің өмірлік тәжірибеміз ғана артық. Себебі заман сендердікі ғой. Сондықтан есі бар бала бүгін үйінде үйренбеген затын үйрену мүмкіндігі осы жерде. Және жаңағыдағы бар нәрсені тіптен ыдысты да машинка жуады, қол ештеңеге тимеген, түйме қадап беруді білмейтін, ер кісінің жидесін үтіктей алмайтын, ертең үйге келін түскен кезде ол келін өзі де ыңғайсызданады. Және оны жақтырмайды, расын айтқан кезде. Ол басқаны қойғанда өз күйеуімен тіл табысу қиын болып қалады. Себебі ожидание деген нәрсе бар, күту. Мен үйленгенде маған қарайтын, менің жанымда сүйікті жарым болады деген. Сол араны суытады. Сондықтан ал мынандай орталықтар көп ақпарат береді басы бар адамға. Мысалы, тек қана ұмыт қалған тағамдар емес, жалпы тағам істеп үйренудің өзі қажет. Интернет деген жақсы ене бар, қазір бір нәрсені оқып алып істеуге болады, бірақ та адамменен қарым-қатынаста жасап үйренген ол бір басқа нәрсе. Содан кейін мүмкін өмірінде жүн түтпейтін шығар ол адам, бірақ түтіп көрудің өзі шыдамдылыққа үйретеді. Бізде ең жетпейтін нәрсе бүгінгі таңда балаларымызда ол шыдамдылық. Ер кісіде де, әйел кісіде. Сол шыдамдылық курсынан өту үшін кесте тоқып та, шұлық тоқып та үйрену керек. Біз соның бәрінен өткенбіз. Біздің кезімізде ол солай болатын. Біз телевизор көріп отырғанда да әжем қолымыз бос отырып маған қалайтын, жұмысты солай ұйымдастыратын. Ол кісі мынаны істе деп айтпайтын. Өзі әкеліп мақта шеттеп немесе жүн түтет, содан кейін қалай енді ана кісі істеп отырғанда біз істемейміз. Біз де барамыз да сол кісімен бірге. Сондықтан бәр нәрсені үйреніп өстік. Ал енді бүгінгі бала үшін содан кейін бұндай орталықтар мамандыққа бейімдеу. Дәл осы жерге келіп жүріп, бала өзінің мамандығын таба алады. Мүмкін оның жаңа маңдайына жазған SMS-не болу керек шығар, сендерге келіп жүріп үйренуге, немесе анау неде береке залына барып тамақ істеуді үйрен, ертең кафе ресторан ашатын шығар. Сондықтан орталықтың қажеттілігі және ең қажеттілігі коммуникация. Адамменен тіл арқылы қарым-қатынас жасау үшін керек. Бұл жерде өте жиі диалоговый тақырыптар көтерілу керек. Психологтың жұмысы өте қажетті болу керек. Ең бірінші сол аналарды шақырып алу үшін өсек қайдан шығады деген сияқты тренинг жүргізу керек. Тренингтің тақырыбын ең адамның осы қоғамға лайықты және қызықтырады деген тақырыптан бастау керек. Бірақ бір өсек қайдан шығадының арқасында тыңдау қабілеті, сөйлеу қабілеті, жеткізу қабілеті, психолог мың сан бағытты ашып беріп адамға түсіндіреді. Сонда босқа өкпелеу азаяды ағайынның арасында, отбасында. Міне сондай сол жұмыстың бәрінің өткізілетін бір жүйелі орны.
мынандай орталықтар. Қарарды ұсыну, ол әр әкімнің жағдайына, бюджеттің немесе айналасындағы көмекшілерінің және көзқарасына байланысты нәрсе. Ал бірақ та біздің аналар кеңесінің төрайымдары әр өңірде өздерінің әкімдерінің алдына бұл мәселені қойып келе жатыр. Қазіргі кезде шынымен де жұмыс істеп жүріп, біз бір-бірімізден сөйлесу азайып кетіп бара жатыр. Бір мысал ретінде бізде мына жас отау, жас отбасылар клубы бар. Ол жерде Сәлима апайымыз, біздің ардагер ұстазымыз, қыздың қалыңдық келбетін, келіндік келбетін қалыптастыру бағытында жұмыстар жасайды. Өйткені қазір біз жарыс болып кеткен тұрмысқа беретін кезде қызды дүниясын реттейміз, киімдерін алып береміз да, бірақ жаңа үйге барған кезде өзіңді қалай ұстау керек, енемен қалай тіл табысу, қайын сіңлісімен қалай құрбылар сияқты сырласу керектігін айта бермейміз ғой. Сол үшін бізде жас отау, жас отбасылар клубы бар. Дәл сол сөйлесу, үйрету, рухани жағынан тәрбие беру. Осы жерде менің бір нені айтып кеткім келеді. Енді бұл оңтүстікке ғана тән мәселе ғой. Мысалы, 20 көйлек 10 аяқ киім апарудың қажеттілігі жоқ қой. Мода өзгеріп жатады. Тұрмысқа шыққасын толып кететіні бар, азып кететіндері бар. Мұны жастар өздері айту керек, екі жаққа да. Керек емес маған киім. Ата-ана өмір бойы баласының жағдайын жасайды. Ай сайын бір киім алып беріп, егерде. Бірақ та бірден алу ауыртпашылық қой. Мына кредит алу содан басталады ғой. Той жарысы емес, тойды негізі қазақ. Менің балам үйлі болды деп жариялау үшін істеген. Ал жариялау деген қанша адам келетін болса, сол отбасы, сол екі жас солардың алдында отбасы болуға жауапкершілікті көтереді. Мен өз балаларымның тойында дәл солай айтқам. Мен мақтану үшін той істеп отырған жоқпын. Сендер жауаптысыңдар мыналардың алдында. Ажырасам десеңдер осы адамның бәрін қайтып жинайды. Ата-ана да соны айту керек. Бірақ біздің ата-аналардың басында ол жоқ қазір. Кейін қазақта көрпеңе қарай көсіл деген бекер сөз емес. Міндетті түрде бүкіл адамды жинап той істеп кредит алу емес қой. Мақсат сенің балаларың бақытты болуы, және де екі құданың бір-бірімен жарысуы емес қой. Өмір деген. Менің атам бір үйдің жалғызы болды. Әкем де атамның жалғызы. Тағдыр солай шешті. Сонда менің өскенімде менің екі нағашы атам менен өзімнің атамның ойлайтын ең жақын адам солар деп. Атам айтатын, менің жалғыз ұлым міне Сарбай атаңның қызын алды. Енді одан жақын адам жоқ қой маған. Менің атам жастау болды, сондықтан нағашы атам мен апамды менің атам көмді. Мен де сол ұстанымды ұстаймын. Мен құда болған күннен айттым, сендерден жақыным ешкім жоқ. Бауырларымнан сендер жақынсыздар маған деп. Қарым-қатынымыз сондай. Содан кейін мына үлкендердің бір-біріне деген ықылас ниеті жастарға жауапкершілік артады. Аналар ұрыспай жатқан кезде ұят емес пе біз екеуміздің ұрысып қалғанымыз, ажырасып кеткеніміз деп. Қимайды. Сондықтан бұл жерде қандай нәрсе болған кезде де тіптен діни ағымға кетіп қалған жастарды мен кінәлі деп санамаймын. Үлкендер кінәлі. Біз мойындауымыз керек. Біз кінәліміз. Ата-ананың санасы соған жету керек. Мен қалыңмал берген адам емес, ниет келінім бар. Ешкіммен жарысқан жоқпын, құдаларыммен кездескен күні айттым, келістік. Балаларым содан бақытсыз болып қалған жоқ. Бақытты. Және жетпей қалғанда нәрселер жоқ. Мен өз құдағиға айтқым, келінге айттым, үйге келіп көр дедім, осы үйден не жетпейді, соны ғана әкел дедім. Себеп қоятын жер жоқ қой деп. Өз айттым, мам сізбен тұрам деп, бөлек тұрмаймын деді. Сондықтан артынан келген заты да керекті затын ғана алдырдым. Ал құдағиға айттым, егер бұлар бөлек шығып жатса, сұрайтын шығар, мам мынандай нәрсе бер деп. Сол кезде берерсің, керек емес. Сондықтан ауыртпашылық түспеді. Екі жаққа да. Соған оңтүстікте жету керек. Батыс пен оңтүстікте көп жағдайда осы материалдық мәселе жастардың арасын бұзады. Себебі
өкпе наз үлкендердің арасындағы өкпе наз. Сондықтан осы жерге келгенде Сәлима апайдың да айтатын бір тақырыбы осы болу керек. Мен өзім бір неге куәгер болдым. Атыраудың мис болған қызы тұрмысқа шығып жатыр екен. Сол қызға көрпе төсек заказ беруге Астанаға келді. Достық үйінде Ырза Тұрсынсаданың орталығы бар. Сол жерге. Сонда анасы, ұмытпасам, 10 көрпеше заказ беріп жатқан кезде жаңа қызы мама аз болып қалмай ма деп. Қайсысын көрпеше ұстап отырсыңдар қазір? Келген қонағың диванға отырады. Ол тек қана жаңа барған кезде абысындарының алдында беделім жоғары болсын деп істеп тұрған нәрсе емес пе? Бір көрпе 67 мың екен сол кезде. Бір көрпе. Оның есептеп көр. Қыз оны аз көріп тұр. Бүгін вообще көрпе керек пе? Мен осындай неде жаңа жастарды қаржымен жұмыс істеуді үйленбей жатып үйрету қажеттілігі бар екенін айтып жатырмын. Ал біз қазір негізі мектепке қаржылық сауаттылықты енгізу туралы ұсыныс енгізгенбіз. Бізде мына жеке мектептерде бұл бар. Ал мемлекеттік мекемелерге енгізу туралы ұсыныс енгізілді. Бұл қажет. Бала үнемшілдікті үйінен бастап үйрену керек. Сол үнемшілдік туралы Сәлима апа міндетті түрде жастармен сөйлесу керек. Біздің сөзіміздің қорытындысы ретінде жас қыздар ғой көретін, аналар біздің парақшамызды қарасын. Көбіне өзім байқаймын, өзінің бала шағында болмаған нәрсені аналар балаларына алып бергісі келіп жатады. Мектепте де, садикте де сол чатты қарап отырсаң, жарысып атады ата-аналар бір-бірімен, апайларына бір нәрсе алып беріп, бір-бірімен жарысу. Соның барлығы осы біздің жас кезімізден басталу керек. Бала нені көріп өседі, соны өскенде істейді. Осы тұста өзіңіз біздің қыздарға, аналарға қандай ақыл айтасыз, қандай кеңес бересіз қазіргі кезде? Мен бірақ нәрсені білемін, мен 60-тан асып кеткен адаммын ғой. Өмір жарыс емес. Өмір әр адамның өзінің алдына қойған мақсатына жету. Мақсат дұрыс болу керек. Мен бір нені білем. Өлім менен өмірдің арасы секунда. Оны Алла ғана шешеді. Олай болатын болса, бүгінгі күнгі мына мың сан алтын, күміс жинаған жиһаз ертең қалып кететін нәрсе. Олай болатын болса, артта қалатыны адамның білгені мен көргені. Себебі адам оны келесі ұрпағына айтады. Мен аналарға бірақ нәрсені айтқым келеді. Балаларыңыз бақытты болу үшін баланың еркін өсіп, шешім қабылдай алатындай және сыни көзқараспенен естіген ақпаратынан шешім шығарып, өміріне қолданатындай қылып тәрбиелеу керек. Ақшаның көптігі алып берген ойыншық ештеңе шешпейді. Ал бірақ та сізбен сөйлескен уақыты, көбірек уақыт бөлетін болсаңыз, сол баланы бақытты етеді. Бала бақытты болу үшін ана бақытты болу керек. Ал ана бақытты неден табатын өзі ұғып алу керек. Егер тек қана материалдық көрсеткіштен көп аналардың естіп жатам. Мен өз құлағыммен естім. Бір әжелердің сен де шетелдікке шықшы, мақтанып жүрейін деп қызын айтып жатқан немересіне. Немесе бай жерге бар, қиналмайтындай деп. Байлар да жылайды. Ең бір қиындығы өмірдегі бақытсыздық. Баланың алдында арманы болмаған екен. Бүкіл жағдай жасалынған баланда арман болмайды екен. Мысалы, жағдай төмен үйдің баласы, жаңа ұялы телефон алсам, содан кейін үйлі болғаннан кейін квартирада жүріп пәтерге қолым жетсе екен, машина алсам екен деген қашанда бір алдында мақсат тұрып жылжып жатады. Ал енді машина бар, үй бар, ақша бар, әлемнің бәрін көрді. Не істейтін білмейді, арман жоқ. Содан кейін осыны ақшаны да жек көрейінші деп нашаға барады.
соңында нашадан да жерініп не істерін білмегенде өзіне қол жұмсайды екен, өліп те көрейін деп. Балаларыңыз аман болсын десе, әр ата-ана баланың қашанда бір нәрсеге қолы жетпей тұру керек екен. Сонда оны мақсат алға жылжытады екен. Жарыс өмір, өмір емес. Мойны үзіліп, жарыстан қайтыс болып кеткен мың сан адамды көріп жүрміз. Олай болатын болса, ақшаны санамай, уақытты санау керек. Қанша уақыт мен баламмен өткіздім деп. Ойлаймын, сол кезде бала да, ана да бақытты.